Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Зарина. Мен бүгін начинкасына варенье қосылатын песочный пирог дайындаймын. Ол үшін ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ыдысымызға електен өткізілген ұн және қант қопсытқышты салып араластырамыз. Одан кейін бөлме температурасындағы сары майды қосып, қолымызбен үгітіп, крошка дайындаймыз. Біздің крошкамыз дайын болды. Енді бір жұмыртқа қосып, бір қалыпқа енгенше жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырды екіге бөліп, үлкендеу бөлігін оқтаумен асып аламыз да формаға орналастыратын боламыз. Қамырды тегісте формаға орналастырып алдық. Енді начинкасын құямыз. Мен қарақат, яғни смородинаның вареньесін қолдандым. Сіз кез келген вареньенің түрін немесе джем қолдансаңыз да өте дәмді болып шығады. Енді қамырдың екінші бөлігін алып, оқтаумен жайып аламыз да, видеодағындай бөліктерге бөліп, пирогтың бетіне орналастырамыз. Пирогты сәндеп болдық. Енді жұмыртқаны араластырып, бетіне жағып шығамыз. Дайын болған пирогты 200 градуста қызып тұрған пешке 25 минут пісіріп аламыз. Біздің пирог дайын болды. Мен толық 1 сағат суытқаннан кейін формадан босаттым. Және де сәндік үшін бетіне қантымдан себетін боламын. Пирог қамыры песочный болып, өте дәмді болып шығады. Құрамы да жасалу жолы да өте оңай. Сіздер де жасап көріңіздер. Рецепті ұнаса лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар.